Ол суды шарапқа айландырды ғой. Тойда мәселе болды, экономикалық мәселе. Былайша айтқан кезде қаражат жағынан мәселе. Егер шарап болмайтын болса, онда басқа отыра бер. Ноутбук үстінде. Яғни, ол нәрсе нені көрсетеді? Адам қиындыққа ұшырап қалады. Адам масқара болып қалады. Ой, мынаның ақшасы жетпей қалды деген сияқты. Бірақ Иса оны шешіп берді, Одан кейін Исаға жақындаған адамдардың бәрі сауықты. Жындары шығып кетті. Сондықтан да еміздің аты мадақтала берсін. Маған әсіресе ұнайтын оқиға, ана Наин шаһарынан шыққан кезде жағы жесір әйелдің баласы алып келетеді ғой. Сонда сол әйел ойлайды, менің өмірімде бәрі бітті. Балам өлді. Өмірім бітті. Қиын. Бірақ ол Исамен кездескен кезде, ол бала не істейді? Қайтадан тіріледі. Ол үйде қандай қуаныш болды десеңіздер сол күні. Ол кісі өзінің жалғыз үмітін сол баламен бірге көмуге кетіп баратқан. Бірақ қайтадан Құдай сол үмітті жақты. Аумин. Бүгін де мен сіздермен енді Исаның елшілерінің жасаған, Исаның елшілерінің жалғастырған осы бір үмітті қайта жаққан күн туралы сөйлескім келеді. Мен айтқым келеді, біздің әрбір айдың 3-ші аптасы сауықтыру күніне арнайтын боламыз. Сондықтан біз сауықтыру туралы уағыз айтамыз және сауықтыру үшін мінәжат ететін боламыз. Өйткені кеше Петр Паул арқылы жасаған жұмысын Иса бүгін де жасап жатыр. Ол әрқайсымыз арқылы жасай алады. Біздің ішкі дүниемізде Құдайдың бізге берген дарындары бар. Ол көрінеді де. Аумин. Ол тығылып қалған жоқ, ол бітіп қалған жоқ. Қалай ойлайсыздар, неге елшілердің істері аяқталмай қалды? Біз жалғастырушымыз, дұрыс айтасыздар. Елшілердің істері өйткені ол ары қарай жалғаса беру керек. Кей кітаптарыңызда елшілердің істері 3-ші тарауды ашсақ. 3-ші тарау. Бірінші аяттан бастап қараймыз. Негізі мен бұрын осы туралы уағыз айтқан бір рет. Бірақ осыны қайтадан оққан кезде тағы да ашылулар болды да, керемет ашылулар. Осы күндердің бірінде Петр мен Жохан күндізгі сағат 3-те, яғни Құдайға сиынатын мезгілде, кісілер тумысынан сал болып келген бір ер адамды күн сайын ғибадатхананың көрікті қақпасының қасына көтеріп алып келіп отырғызып қоятын. Сол жерде ол ғибадатхана ауласына енгендерден қайыр сұрайтын. Кіріп келе жатқан Петр мен Жоханды көргенде әлгі сал адам олардан қайыр сұрады. Бұлар оған көз салып, Петр, бізге қара деді. Сал адам екеуіне қадала қарап, бір нәрсе берер деп үміттеніп қалды. Бірақ Петр, менде күміс пен алтын жоқ, дегенмен саған барымды беремін. Назареттік Исаның атынан айтамын, орнынан тұрып жүріп кет деді де, оны оң қолынан ұстап демеді. Сол сәтте оның аяғымен тізесіне күш бітіп, ол ұшып тұрып жүріп кетті. Содан әлгі адам екі елшімен бірге ғибадатхана ауласына кіріп, әрі-бері жүріп секіріп Құдайды мадақтаумен болды. Күллі жұрт оның жүріп кеткенін және Құдайды мадақтағанын көрді. Олар бұның ғибадатхананың көрікті қақпасының жанында отырып, қайыр сұрайтын сал кісі екенін танып, онымен болған оқиғаға таң қалып, қатты абыржыды. Әлгі кісі Петр мен Жоханнан екі елі ажырамай қойды. Антан болған бүкіл жұрт солардың қасына ғибадатхананың Сүлеймен атындағы бағаналы ғимаратына жиналды. Мұны көрген Петр халыққа арнап былай сөз сөйледі. Уа, Израильдіктер, сендер бұған неменеге таң қалып тұрсыңдар? Мынаның жүріп кетуіне өз күшімізбен
немесе құдайшылығымызбен себепші болғандай бізге неге қарай қалдыңдар? Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың құдайы, яғни біздің ата-бабаларымыздың сыйынған құдайы, өзінің қызметшісі Исаны ұлылыққа бөледі. Соны Пилат босатып жібермекші болған еді. Бірақ сендер опасыздық жасап, Пилаттың алдында одан танып бас тарттыңдар. Қасиетті де әділ кісіден бас тартып, бір қанішердің босатылуын талап еттіңдер. Ал шынайы өмірдің бастауын өлтірттіңдер. Бірақ та Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп алды. Біз бұған куәміз. Ал енді өздерін танып көріп жүрген мына кісіге Исаның құдіреті күш қуат беріп сауықтырды. Өйткені оның есіміне сендік. Иса берген сенім сендердің көз алдарында оның денсаулығын түгелімен қалпына келтірді. Аумин. Құдайға шүкір. Мына жерде қарасақ, Құдайдың бір кереметі болды да. Егер біз екінші тарау 43-ші аятта оқитын болсақ, мына жерде былай айтылған. Елдің бәрін үрей биледі, себебі елшілер арқылы Құдайдың құдіретін көрсеткен көптеген керемет істер болып жатты дейді. Негізінде киелі рух бұл жерге барлық кереметтер жазған жоқ. Бірақ нағыз керек кереметтерді, нағыз бізге бір нәрсе айтқысы келетін кереметтерді анықтап көрсетіп жазды. Осы жерден Құдай бізге не айтқысы келеді? Біз осы туралы ойланып көрсек. Бірінші нәрсе, осы күндердің бірінде Петр мен Жохан күндізгі сағат 3-те, яғни Құдайға сиынатын мезгілде ғибадатханаға өрлеп бара жатты дейді. Былай қарасақ, Петр деген Исадан бас тартып кетті, Бас тартты, Иса оны қайтадан келіп орнына қойды, бірақ ол бәрібір де жүрегінің түбінде Исадан бас тартып кеттім ау деп өзін сезінді, Жохан Петрді өзіне жақын тартып, онымен бірге дос болды. Жохан онымен бірге әрқашанда жүрді. Яғни, Жохан ол қандай адам болды? Ол Исаны сүйетін адам болды. Кей кітапта айтады, кейбір адамдар айтады, ол Исаның несі болды, любимчигі болды дейді. Жақсы көрген шәкірті болды дейді. Бірақ негізінде Жохан да Исаны жақсы көрді. Сол себептен де ол оның жүрегінде жатты. Бір қарасаңыздар, Жохан жазған хабарды қарайтын болсаңыздар, ол ерекше жазылған. Барлық жерде бір қайталау сияқты көрінеді. Марқада, Луқада, Жоханда, мысалы, Исаның тіпті туылуы туралы айтты. Жоханда ешқандай туылуы туралы айтпайды. Басы неден басталады? Әуел баста сөз болған, сөз Құдай болған, сөз Құдай еді, яғни барлығын Құдай сөз арқылы жаратты. Ол Жохан ар жағына кетіп қалғанда, мысалы, Матай, басқалар деген осы сол кездегі оқиғаны айтатын болса, Жохан ар жағынан бастайды. Өйткені оның мақсаты не? Исаның Құдай екендігін көрсету. Сол сияқты, мына жерде де Жохан мен Петр екеуі күндізгі сағат 3-те дейді. Яғни, күндізгі сағат 3 деп айтатын болсақ, бұл яғни түстен кейінгі уақыт қой. Мысалы, еврейлерде, яхудилерде олар, мысалы, Дәуіт айтады, мен 7 рет келем сенің алдына дейді. Даниил пайғамбар қанша рет келді Құдайдың алдына? 3 рет келді. Мысалы, сондықтан да Құдайдың алдына олар мінәжатқа осы яхудилер келе беретін. Яғни, былайша айтқан кезде, осы уақытта Петр мен Жохан да мінәжат ету үшін кетіп бара жатты. Екінші сетінен, олар сол жерде адамдарға Иса туралы айтқысы келді. Өйткені ол жерде мінәжатта көп адамдар жиналады ғой. Кісілер тумысынан сал болып келген бір ер адамды күн сайын ғибадатхананың көрікті қақпасының қасына көтеріп алып, келіп отырғызып қоятын. Мен ойымша бұл кісі әрқашанда оны алып келіп отырғызып қояды, тумысынан сал болған кісі дейді. Сіз өздеріңіз ойлаңыздаршы, ол еш қашанда жүріп көрмеген.
тумысынан, туғаннан ол сал. Мына жерде білмейміз бұл кісінің жасы қанша екенін, бірақ бұл туғаннан. Кісілер күнделікті оны әкеп отырғызып қояды, ол қайыр сұрайды, содан кейін оны алып кетеді. Біреулердің көмегіне мұқтаж, әрқашанда. Біреулер әкеп тастайды, біреулер алып кетеді. Сондықтан да ол әрдайым сондай болды. Мен ойымша, кейде ойлаймын, мен Иса да осы жерде болған кезде де ол кісі болды сол жерде. Өйткені ол күн сайын қайыр сұрап отыратын дейді. Иә, мүмкін орта жастан асып кеткен шығар, иә. Енді қасына көтеріп, сол жерде ғибадатхана ауласына енгендерден қайыр сұрайтын дейді. Мысалы, болады ғой, мешіттердің қасында отырып, церковьтардың қасында отырып қайыр сұрайды ғой, сол сияқты олар мысалы қайыр сұрап отыратын адамның біреуі болған. Бұлар оған кіріп келе жатқан Петр мен Жоханды көргенде әлгі сал адам одан қайыр сұрайды. Сол кезде Петр айтады, бізге қара дейді. Біздің көзіміз Иса Масихте болатын болсақ, Иса біздің көзімізді басқаларға қаратады. Яғни Иса айтады, Петр айтады, бізге қара дейді. Бізге қара деген кезде олар ойлады, қазір Петр маған бір көп ақша беретін шығар деп. Өйткені оның бар ойы тек қана ақшада болды. Өйткені көп ақша алса, не алса, енді ол көзі соқыр емес, құлағы керен емес, ол естіді ғой кереметтерді. Петрлар туралы естіді, мысалы. Сондай адам келе жатыр, көп ақшасы бар шығар деп ойлағанда шығар деймін да. Бірақ Петр сал адам екеуіне қадала қарап бір нәрсе берер деп үміттен қалды. Бірақ Петр, менде күміс те жоқ, алтын да жоқ дейді. Дегенмен саған барымды беремін. Назареттік Исаның атынан айтамын, орнынан тұрып, жүріп кет. Деді де оны оң қолынан ұстап демеді. Сол сәтте оның аяғы мен тізесіне күш бітіп, ол ұшып тұрып, жүріп кетті дейді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, тумысынан сал болған адам бір сәтте секіріп тұрды да, былайша айтқан кезде бір кішкене демалып алайыншы, ұйықтап алайыншы деп алады да, көзін аша салады да, асып тұрады ғой секіріп. Сол сияқты тумысынан, яғни Петр келіп оның қолынан ұстаған кезде, Петр оның қолынан ұстап демеген кезде, сол сәтте дейді. Сол сәтте деп айтыңыздаршы. Сол сәтте оның аяғы мен тізесіне күш бітіп, ол ұшып тұрып жүріп кетті дейді. Амин. Біздің Құдайымыз қандай керемет, Енді мына жерде Назареттік Исаның атынан айтамын деп тұр. Сіздер білесіздер ме, Назареттік деген сөзді қосқан кезде ол Исаны мазақтаумен теңестірілетін болған. Жохан жазған хабарда бірінші тарауда Нафанаилға барып айтады ғой, біз Мәсіхті таптық, ол Назареттен екен деген кезде Нафанаил не деп айтты? Не шығады сол жақтан? Өйткені ол жер өзімен бір, былайша айтқан кезде, бір жаман несі болған, оның беделі болған, сол қаланың. Мүмкін өзі бір білінбейтін, бір... Білесіздер ме, Иса Тәңіріміз біз үшін тіпті жаман жерде тұруға дайын болған. Репутациясы дейді ғой, беделі онша емес жер болған. Назареттік. Енді мына жерде Петр айтып отыр. Петр неге? Иерусалимдік Иса Масихтың атынан саған бұйырамын деп айтқан жоқ. Петр неге айтқан жоқ? Яхудеялық Иса Масихтың атынан саған бұйырамын деп. Неге ол Назареттік деп айтты? Былайша айтқан кезде айтып тұр, сендер менсінбеген Иса Масих қазір осыны сауықтырады. Сол Назареттен не шығар дейсің? Құдай сол кезде Иса Натанаилға айтады, мен сені
інжір ағашының астынан көрдім дейді. Бізде өмірімізде әрқашанда бір жағдайларда сондай інжір ағашының астына тығылып қалғанбыз. Бірақ Иса бізді көрді. Біздің де өмірімізге кейбір уақытта айтқан: "Ей, бұдан не шығар дейсің? Адам болмайды." Біздің өмірімізге де мынандай нере қойған, иә? "Ей, не шығар дейсің бұдан? Әй, шықса бір нәрсе болар, әйтеуір трактор айдай ма, бір нәрсе айдай ма" деген сияқты, иә? Болмаса, мұғалімдеріміз айтады: "Иә, мынадан не шығар дейсің?" деп. Бірақ Иса Мәсіх қараған кезде, бізге қараған кезде, бізден жарылқауды көрді. Біздің өмірімізден Құдайдың батасын көрді. Және ол соны бізге берді. Кей кітапта осы дүние не күшсіз, не әлсіз, не тартымсыз деген нәрселердің барлығын Құдай таңдап алды да бізді қайтадан көтерді. Аумин. Сондықтан да назареттік деген сөзде бұл жерде кішкене мазақ нәрседе болған. Исаның артынан жүрген кезде: "Ой, мына Назарей" деп тиісіп отырған әрқашандашы. Ау. Енді қараңыздар. Тағы да екінші Петрдің айтқан сөзі: "Менде күміс те жоқ, алтын да жоқ, бірақ менде бар нәрсені саған беремін." Қазір кейбір мынандай нелер бар да, сондай тәлімдер бар, иә? Бағушы бай болу керек, болмаса елші бай болу керек, андай болу керек, мұндай болу керек деген, иә? Мына жерде қарасаңыздар, Петр мен Джоханға көп ақша түсті. Олар, білесіздер ғой, иә? Екінші тарауда қарайтын болсақ, олар түскен, кейін төртінші тарауда қарайтын болсақ, ол кәдімгідей адамдар ақша нелерін, заттарын сатып, барлығы ортақ ұстап, қиналып жатқан адамдарға бөлісіп, сондай өмір сүріп жатты, иә? Бірақ олардың қалталарында күміс те, алтын да болған жоқ. Өйткені олар бәрін бөлісіп отырды, иә? Сондықтан да мына жерде Петр айтады: "Менде күміс те жоқ, алтын да жоқ. Дегенмен мен саған мендегі бар нәрсемді беремін." Ол Иса Мәсіх. Кітапта бір кісі айтқан екен: "Егер сен бүкіл әлемді емденіп, бірақ Иса Мәсіхті жоғалтып алсаң, онда сен бәрін жоғалттың. Егер бәр нәрседен айырылып, бірақ Иса Мәсіх сенде болса, онда сен еш нәрсе жоғалтқан жоқсың." Сондықтан да біздің өмірімізде Иса болғандықтан бізде барлық байлығымызда, барымызда Иса Мәсіх болу керек. Өйткені ол бізді сондай қатты сүйеді. Ол сондай. Сондықтан да Исаның атынан айтамын дейді. Орнынан тұрып жүріп кетті. Және оң қолынан ұстап демеді. Яғни былайша айтқан кезде Петрда да сенім болу керек болды, сол нәрсені істеуге. Және ана сауығуды қабылдау үшін жағы сал адамда да сенім болу керек болды. Көп жағдайда біз мінәжат еткен кезде кейбір адамдар сауықпай жатады. Неге? Я, мүмкін біздің өзімізде сенім аз болуы мүмкін. Или ол адам сенім, мынадан сауықтыра ма, сауықтырмай ма деп күмәнданып қалуы мүмкін. Өйткені еміз Иса Мәсіх сауықтырған кезде ол әрқашанда айтты: "Менің осыны істей алатыныма сенесің ба? Сен не қалайсың?" Нақты айтты, нақты сұрады. Сондықтан да мына жерде де Петр тек қана оны деген тұрып орнынан жүріп кет деп қойған жоқ, сонымен қатар барып қолынан демеді. Қолтығынан демеген кезде дейді, сол сәтте оның аяғына күш бітті дейді. Күш бітіп не істеді. Сондықтан да осы жерде қарайтын. Енді ол адамның реакциясы қандай болды? Жағы сауыққан адамның. Ол екі елшімен әрі-бері секіріп былай: "Құдай, рахмет саған Құдай, рахмет саған Құдай, рахмет саған Құдай" деп. Енді өзіңіз ойлаңызшы, ол мүмкін ол 40 жасқа келіп қалған шығар. Енді өмір бақи жүрмеген адам бір сәтте жүгіріп кетті. Бір сәтте не істеп жүр? Бір сәтте
Сіз өзіңіз ойлаңызшы, өмір бақи ол деген жердің қандай екендігін сезінген жоқ та аяғымен. Оны көтеріп алып кетеді, көтеріп алып кетеді, көтеріп алып келеді, көтеріп алып кетеді, көтеріп алып келеді, көтеріп алып кетеді. Сол сәтте ол ең бірінші рет жердің қандай екен. Мысалы, тіпті біз комаға түскен адам болса да, бір 20-25 күн кома болып қалатын болса, ол адамның өзін қайтадан жүру үшін сәби сияқты тәлдіректеп, әрен жүреді. Неге? Өйткені ол жүруді ұмытып қалады. Космоста болған адамдардың өздері де қайтып келген кезде қайтадан жүруді үйрену керек. Иә. Сол сияқты мына адамға мынандай егер медициналық жағынан митинг болса, бұл адамға қайтадан жүру үшін біраз уақыт кететін болады деді. Бірақ Құдайдың құдіреті, Құдайдың күші болғандықтан, ол әрқашанда жүріп жүрген адам сияқты болып кетті. Мұнда айтып отыр ғой, секіріп жүрді дейді. Өзіңіз ойлаңызшы, ешқашанда жүрмеген адам, ол секіріп жүр. Секіріп Құдайды мадақтаумен. Және Жоқанмен кімнен дейді, Петрден бір елі қалған жоқ дейді. Сол сәтте адамдар оның жүріп кеткенін және Құдайды мадақтағанын көрді дейді. Бауырластар, өміріңізде Иса Масих бір нәрсе жасады ма? Мадақтаңыз. Оған алғыс айтыңыз. Ризашылығымызды білдірейік. Сол кезде дейді, басқа адамдар оны көреді. Біз егер жоқ нәрсеге назарымызды аударатын болсақ, онда бізде не пайда болады? Көңіл пайда болады. Біз бірақ бар нәрсеге алғыс айтуды үйренсек, Құдай айтады, мен тағы да бере аламын дейді. Мысалы, өзіңіз ойлаңызшы, балаңыз келеді да сізден деген, сіз әрқашан оған көмектесесіз. Бір күні көмектесе алмай қалдыңыз, балаңыз не дейді? Сенде әке болғанша, әкең болған қажет жоқ маған деген сияқты. Бір балана көмектесе алмасаң деп. Онда сөйтіп айтатын болса, онда не? Әкенің жүрегінде жара болады. Әке айтады, мен қанша көмектестім саған балам, енді бір көмектесе алмай қалғанда неғып сен олай айтасың? Сол сияқты, ал Құдай әрқашанда бізге көмектеседі. Бірақ біз кейбір уақытта жоқ нәрсе туралы көп айтқандықтан, бізде не болады? Ішкі дүниемізде Құдайға деген ризашылық болмайды. Ал мына жерде мына кісі не істеді? Ол риза болды. Ол қуанды. Ол жүретіне қуанды. Ол мадақтады. Сондықтан да Құдайымызды қандай жағдайда болса мадақтайық. Екінші шетінен қарайтын болсақ, бізде осы мүгедек адам сияқты болдық. Біздің де өмірімізде біреулерге мұқтаж болдық. Кітапта Паул айтады, бізді ойымыз бен бойымыздағы тілектерімізді орындадық. Бізді бір нәрсені жетелеп жүрді. Біз бір нәрсенің құлдығында болдық. Бір нәрсе бізді апарат, бір нәрсе бізді алып қайтады. Сөйтіп жүрдік. Еміз Иса Масихтың құдіреті біздің өмірімізге келген кезде бізде жүруді үйрене бастадық. Бізде рухани жүруді үйрене бастадық. Сондықтан да біз рухани жүруді үйренгеннен кейін біздің өмірімізде не істеу керек? Құдайды мадақтау керек. Аумин. Және екінші нәрсе, Петр мына жерде айтып тұр. Израильдіктер, сендер бұған неменеге таңғалып тұрсыңдар? Мынаның жүріп кетуіне өз күшімізбен, немесе құдайшылығымызбен себепші болғандай, бізге неге қарай қалдыңдар? Ыбырайым, Исқақ, Жақыптың Құдайы, яғни біздің ата-бабаларымыз сыйынған Құдайы, өзінің қызметшісі Исаны ұлылыққа бөледі. Соны Пилат босатып жібермекші болған еді. Бірақ сендер опасыздық жасап, Пилаттың алдында одан бас тарттыңдар. Қасиетті де және әділ кісіден бас тартып, бір қаныш жердің босатылуын талап еттіңдер. Ал шынайы өмірдің бастауын өлтірттіңдер. Бірақ та Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп алды. Біз бұған біз куәміз.
Ал енді өздерін танып көріп жүрген мына кісіге Исаның құдіреті күш қуат беріп сауықтырды. Өйткені оның есіміне сендік. Иса берген сенім сендердің көз алдарында оның денсаулығын түгелімен қалпына келтірді. Иса ол ешқашанда жартылай сауықтырмайды. Түгелімен. Амин. Түгелімен дені қалпына келтірді. Сондықтан да Петрдің өміріндегі айырмашылықты көріп тұрсыздар ма? Ол басында әрқашанда өзін көрсететін. Мен. Ол әрқашанда тіпті Иса айқыш ағашқа барам деген кезде, мынаның бәрі сатып келсе де, мен сені сатпаймын. Мен сенімен бірге балам. Мен сенімен өлімге дейін барам. Тіпті Иса айтты, айқыш ағаш неде тұрды ғой, Гефсимания бағында тұрған кезде, Исаны ұстауға келген кезде не істеді Петр? Құлағын жауып жіберді. Иса сол жерде де сауықтырды. Ана құлақ қайтара салып берді. Бір қызығы, Гефсимания бағына келген кезде, Жохан жазған хабарда 18-ші тарауда қарайтын болсаңыздар, Иса айтады, сендер кімді іздеп жүрсіңдер? Сол кезде айтады, Назареттік Исаны, бұл менмін деген кезде, анерде адамдардың бәрі құлап қалады. Сіздер білесіздер ма, ол жерге қанша адам келгенін? Кей кітапта когорта деген сөз тұр. Орысшада когорта. Когортада, бір когортада 600 адам бар. Яхудамен салыстырған кезде 601 адам. Еще діни қызметкерлер бар қасында. Неге соншама көп әскерді бір адамға жіберді деймін да? Жоқ, олар ойлады, халықтан қорқыты да. Халық көтеріліс жасайтын болса, сол көтерілісті басуымыз керек деп. Түнде келді, бірақ енді біреулер хабарлап қоямын. Өйткені шәкірттерінің ортасына. Негізінде Исаны көбінесе ойлады, көтеріліс ұйымдастырады деп. Жағы, Исаны өз мақсатына пайдаланғысы келді. Жер бетінде патша болғанын қалады. Бірақ Римдік әскер. Сонда қараңыздар, бір когорта 600 адам тағы да дүниенің бәрі бірдей құлап түсті. Одан кейін сендер кімді іздеп жүрсіңдер? Назареттік Исаны. Бұл менмін деген атты жариялаған кезде тағы құлады. Еміз Исаның есіміне сендік дейді. Филиппіліктерге арналған хат 2-ші тарауды ашайық. Ол жерде не деп жазылған? Филиппіліктерге 2-ші тарау. Бәрімізге белгілі аят қой. Мәсіхтің 6-ші аяттан бастап. Мәсіхтің құдайлық болмысы бола тұра ол онысына жармасқан жоқ. Қайта өзінің өз құдіреті мен салтанаттылығынан бас тартып, қабылдады құлдың сыйқын. Ол адам секілді бұл дүниеге келді. Әрі кәдімгі адамға ұқсап көрінді. Өзін төмен тұтып Құдайға бойынсынды. Өлімге, тіпті айқыштағы өлімге бойынсынды. Сондықтан да Құдай оны көкке көтерді. Оның мәртебесін бәрінен де биіктетті. Оған бар есімнен жоғары атақты сыйлап берді. Енді естігенде Исаның атағын көктегі, жердегі, жер астындағылардың бәрі де тізет бүкпек оның алдында. Және Иса Масықты тіл атаулы барлығы да жаратқан деп ашық мойындауға тиіс, кәм Құдай әкенің даңқын арттыруға дейді. Исаның атын естіген кезде жындар дірілдеді. Сіздер білесіздер ғой, Скеваның 7 ұлы не істеді? Паул уағыздап жүрген Исаның атынан айтамын, мына адамның бойынан шығып кет. Деген кезде жындар жетеуін 7 жаққа ұрып,
Ол не деп айтты? Паулды білеміз. Исаны білемін. Паул да маған таныс. Ал сендер кімсіңдер? Бауырластар, біз түсінуіміз керек. Біз кімбіз? Құдайдың баласы екендігімізді, Құдайдың бізге берген сондай билігі, құдіреті бар екендігін түсінуіміз керек. Яғни, жаңағы жыны не деп айтты? Исаны білемін, Паул маған таныс. Ал сендер кімсіңдер? Өте маңызды. Сонда олар қабылдамаған ғой Иса Мәсіхті, иә? Ол Иса Мәсіхті қабылдамай, просто ойнап. Иә. Олар ойлады, бізбен де сол нәрсе болады деп. Иә. Мүмкін, иә. Бірақ енді осы арқылы біз көре аламыз, мына жерде айтып тұр, біз оның есіміне сендік дейді. Бізді сауықтыратын, бізге құдірет беретін, әл күш беретін Иса Мәсіх қана. Петр да айтып тұр, біз құдайшылығымызбен бұған әсер еткен жоқпыз дейді. Сіз қаншалықты құдайшыл болсаңыз да, қаншалықты не болсаңыз да, бірақ сіз Иса Мәсіхті бірінші орынға қоймасаңыз, Иса Мәсіхтің құдіретіне, әл ауқатына, оның құдіретіне, күшін бірінші орынға қоймасақ, онда біз еш нәрсе істей алмаймыз. Иә. Өйткені Иса ғана адамды сауықтырып, денсаулығын толығымен қалпына келтіре алады. Сондықтан да біз мінәжат еткен кезде Исаның атымен деп мінәжат етеміз. Исаның атында құдірет, күш бар. Исаның аты аспанды ашады. Исаның атымен біз айтқан кезде Құдай біздің мінәжатымызға құлақ асады. Неге? Өйткені Исаның есімі арқылы Құдай, Исаның өзі де айтты, менің атымнан сұрасаңдар, сендер аласыңдар деді. Мына жерде қарасақ, Петр мен Жохан көп мінәжатта еткен жоқ. Ұзақ мінәжат еткен жоқ. Ол айтты, мендегі бар мен бөлсем, Назареттегі Исаның атынан орнынан тұр да жүріп кетті. Нақты. Маңыздысы біздің Құдаймен қарым-қатынасымыз. Бұлай қараса, Петр мен Жоханда ода өте жақсы тығыз қарым-қатынас. Сондықтан да Құдаймен қарым-қатынасы бар адамдар, ол ешқашанда салтанатты өзіне алмайды. Ол әрқашанда оны Құдайға береді. Сол себептен де Петр мына жерде айтты. Біз емес, Исаны мадақтаңдар. Паул мен Барнабада бір жерде адамды сауықтырған кезде еней емес. Бір бүкір аяғында, бүкір адам тік тұр аяғына деген кезде сауық кетеді ғой. Сол кезде Лиақон тілінде келіп, адамдар алтын бұқа сойып, біреуін Зевс деп, біреуін Гермес деп атап, не істеп атқан кезде Паул айтады, киімдерін жыртып айтады ғой. Біз деген сендерге басқа құдайды тастап, тірі құдайға табыныңдар деп келдік. Сендер қайтаран басқа құдайға табын не істеп атсыңдар. Біз емес, міне Құдай, Иса жалғыз ғана. Иә, құрбандық шалдырмай қояды. Сол сияқты мына жерде де Петр мен Паул ешқашанда, Петр мен Жохан ешқашанда даңқты өздеріне алған жоқ. Енді 17-ші аятта айтады. Ағайындар, сендерде басшыларында білместік істегендеріңді білемін. Ал Құдай барлық пайғамбарлардың аузымен өзі жіберетін құтқарушы Мәсіх сондай азаптар шегет деп алдын ала жаратқан хабарларын осылайша жүзеге асырды. Сондықтан теріс жолдан қайтыңдар. Сонда Құдай күнәларыңды кешіріп, сендерге рухтарыңды жаңғыртатын мезгілді сыйлайды. Әрі өздерің үшін алдын ала тағайындаған құтқарушы Мәсіх Исаны жібереді. Барлық нәрсе қалпына келетін уақытқа дейін Құдай Мәсіхті өзіне қайтарып алды. Сол күндері Құдай қасиетті пайғамбарлардың аузымен баяғыда-ақ жариялап қойған болатын. Мұса ата-бабаларымызға былай деген еді ғой. Құдай елерін сендерге мен сияқты бір пайғамбарды бауырлардың арасынан шығарады. Соның айтқандарын бәрін тыңдаңдар.
Осы пайғамбардың айтқандарын тыңдамайтын әрбір адам халқының ішінен аластатылсын. Самуилдан бастап одан кейінгі барлық пайғамбарлар да осы күндері болған оқиғаларды алдын ала айтып кеткен. Сендер пайғамбарлардың ұрпағысыңдар. Құдайдың ата-бабаларымен жасаған келісімін мұрат етсіңдер. Ол Ибраимға сенің ұрпағың арқылы жер бетіндегі барлық ұлттарға ақ батам қонады деген еді ғой. Сондықтан Құдай өзінің қызметшісін өлімнен тірілтіп алып, әрқайсысында зұлымдықтарынан қайтарып, жарылқау мақсатында оны ең алдымен сендерге жіберді дейді. Яғни мына жерде кімге уағыздап отыр? Яһудилерге уағыздап отыр. Және олар білетін аяттарды айтып отыр. Құдайдың бұл жердегі кереметінің мақсаты неде болды ойлайсыздар? Ізгі хабар. Петр сол жерде ізгі хабар айтты. Ол ешкімге істеген жоқ. Ол айтты, міне, сендер бас тарттыңдар. Сендер не істедіңдер? Ол сол жердегі адамдардың жүректерінде уже діріл пайда боласыды. Мә, не істеп қойдық біз? Не істеп қойдық? Сол кезде Петр айтады, қайтарына айтады. Бауырластар. Мына жерде ағайындар деп тұр да? Ағайындар деген кезде ол өзін солармен бірге қосып тұр. Неге? Өйткені Петр да Исадан бас тартты ғой. Мен де білместіктен бас тарттым. Сендер де бас тарттыңдар. Иса келіп мені қайтаран көрді. Иса келіп маған қайтадан істеді. Содан сендерде де мүмкіншілік бар. Қайтадан Исамен табысуға. Сендер білместіктен бас тарттыңдар. Бірақ сендерде мүмкіншілік бар. Сендер пайғамбарлардың ұрпағысыңдар. Яғни, былай айтқан кезде пайғамбарлар айтып келді. Осы Самуилдан бастап барлық пайғамбарлар Исаның келетіні туралы айтылып келді. Қазір кітапты түртіп қалсаңыз, көне келісімді нені, Исаның келуі туралы көп деген нелер болған, пайғамбарлық сөздер болған. Сондықтан да бүгінде біз Құдайдың алдына келген кезде бізге Құдайдың берген нәрселерін ұмытпауымыз керек. Исаның есімі бізде бар, Исаның қаны бізде бар, және бізге берген Исаның билігі бар. Біз соны қолдануымыз керек. Егер біз оны қолданбасақ, онда біз қайтып келіп анау тығып қойған жерімізден алып шығып айтамыз да, ой, Иса неге мен сендерге қолдану үшін бердім ғой сол нәрсені. Иса өзінің есімін қолдану үшін бізге беріп отыр. Мысалы, сізге деген бір Қазақстанда, мысалы, Тоқаевтың атын айтса, мысалы, мына есімді сен деген қай жерге барсан да айтсан, саған барлық есік ашық тұрады дейді. Неге? Өйткені оның Тоқаевтың аты. Сенің атын емес, Тоқаевтың аты. Маңызды. Сол сияқты бізде патшалардың патшасының есімі бізде бар ғой. Егер біз оны қолданатын болсақ, бізге барлық есік ашылады ғой. Кереметтерді өмірімізде көретін боламыз. Сенесіздер ме соған? Біз сенсек, сол нәрсені істейік. Қадам жасайық. Тек қана жағы адам аяғынан жүре алмайтын адамның ғана сенімі емес, Петрдің да сенімі бұл жерде маңызды болды. Өйткені ол айтады, біз оның есіміне сендік дейді. Иса берген сенім сендердің көз алдарында оның денсаулығын түгел қалпына келтірді. Құдайдың сөзінде айтылған, Құдай бермесе ешкім еш нәрсе ала алмайды. Сондықтан да Иса өзінің сенімін артып, осы адамды сауықтырды. Ол енді көрікті қақпаның қасында отырмайды. Оны біреу көтеріп алып келді, ол өз аяғымен үйіне қайтты. Ол әрқашанда қайғы болды. Ода әрқашанда қиындық болды. Мен өмір бақи, өмірімнің аяғына осылай кетемін ба деп ойлады. Бірақ оның
Құдайдың оған деген керемет жоспары сол күні жүзеге асты. Егер де біздің өмірімізде осы кешке дейін мен осы көрікті қақпаның қасында бола берем ба не? Дейтін ойлар келетін болса, мен бүгін сіздерге тамаша хабар айтқым келеді. Исаның есімі сізді барлығынан қайтадан қалпына келтіре алады. Мүмкін кейбіреулеріңіз қазір осы уағызды көріп отырып, үмітіңіз үзілейін деп отырған шығар. Мүмкін сіз әлі де Иса Масих танымайтын да шығарсыз. Бірақ бір нәрсені айтқым келеді. Еміз Исаның есімі сізді барлығын қайтадан қалпына келтіруге құдіретті. Оған сенім артсаңыз, Құдай сіздің өміріңізде жұмысын істейтін болады. Енді ол адамдарға мұқтаж болған жоқ. Оны біреу көтеріп алып келуге мұқтаж болған жоқ. Ол енді оның барлық мұқтаждығы кім? Иса Масих. Біз адамдардың ойына, адамдардың бір әрекетіне, адамдардың бізге бір демеуіне, адамдарға біз бірінші сеніміміз артпауымыз керек. Біздің барлық сеніміміз кімде? Иса Масихте. Ол ғана біздің физикалықта, руханida денсаулығымызды қалпына келтіре алады. Ол ғана бізді көтере алады. Ол ғана бізге күш-қуат бере алады. Тек қана ол. Өйткені ода толық құқық бар біздің өмірімізде жұмыс жасауға. Өйткені ол бізді сатып алды. Ол бізді құтқарып алды. Ол бізге Құдайдың тыныштығын берді. Сондықтан да қазір орнымыздан көтеріліп, оған алғысымызды білдірейік. Бізде шынымен осы